Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздерде қазақ тілінде жалғау және жалғаудың түрлерін өтетін боламыз. Бізде қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар. Көптік жалғау, жіктік жалғау, тәуелдік жалғау және септік жалғау. Осы жалғаулардың ең ішіндегі ең оңайы ол бізде көптік жалғау. Көптік жалғаудың анықтамасы ол заттың бір емес, көп екенін білдіреді. Ол бізде қанша, нешеу деген сұраққа жауап береді. Оның жалғаулары лар, лер, дар, тер, тар, тер. Және де бұл жалғаулардың бір өзіндік ерекшелігі бар. Олар үндестік заңына бағынады. Мысалы, сөздің түбірі жуан болатын болса, ол кезде біз жуан жалғауларды жалғайтын боламыз. Лар, дар, тар деген секілді. Ал сөздің түбірі жіңішке болатын болса, біз оларға дер, тер, лер деген жалғауларды жалғайтын боламыз. Мысал келтірсек, кітап, кітаптар, үй, үйлер, қалам, қаламдар, ағаш, ағаштар, осы секілді. Және осы көптік жалғауда бір ескеретін жағдай бар. Кейбір есімдіктер бізде көптелмейді. Мысалы, жалқы есім. Біз Қазақстан деген сөзді Қазақстандар деп айта алмаймыз. Ол өйткені өзі көптеліп тұр. Біз оны Қазақстан деп қана айтатын боламыз. Көз, аяқ, қол, онсыз да олар екеу болғандықтан оларды көптей алмаймыз. ұн, күріш, сүт, ауа, шаң, газ, мұнай. Бұл сөздерді біз саналмайтын болғандықтан олар көптелмейді. Біз ұндар, күріштер, сүттер деп айта алмайтын болғандықтан бұларды көптемейміз. Және де біз өзі көптелген ұғымда болғандықтан біз оны біздер деп айта алмаймыз. Және халық, жұрт, ел, олар онсыз да көптік мағынада ұғымда жұмсалып тұр, сондықтан оларды біз көптемейміз. Бес алмалар деп айтпаймыз. Келесіде бізде жіктік жалғау. Жіктік жалғау ол бізде жекеше және көпше болып бөлінеді. Мысалы, мен оқушымын, сен оқушысың, сіз оқушысыз, ол оқушы. Үшінші жақта біз бұл жерде жалғаусыз болады. Ол жерде нолевой жалғау деп айтылады. Ал көпше жалғауда біз оқушымыз, сендер оқушысыңдар, сіздер оқушысыздар, олар оқушылар. Осы ережеде біз бір ескеретін жағдай, біз заңсыз заттарды жіктелмейді. Тек адамға қатысты есімді сөздер мен етістіктер жіктеледі. Мысалға, мен әдемімін, сен әдемісің деп айта аламыз, иә. Ол талантты, мен таланттымын. Тек адамға байланысты есімдіктер мен етістіктерді қолдана аламыз. Ал біз мен қаламын деп айта алмаймыз. Олай болмайды, иә. Келесіде бізде тәуелдік жалғау. Тәуелдік жалғау бізде оңаша және ортақ бөлінеді. Мысалы, менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз. Бұл жерде сыпайы түрде, иә. Оның дәптері, біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Бұл ортақ түрі. Аты айтып тұрғандай, тәуелдік жалғау ол біздің бір сөзге екінші сөздің тәуелденіп тұруы. Ол бізде кімнің, ненің деген сұраққа жауап береді. Екіншіде ол бізде септік жалғау. Бізде септік жалғаудың 7 түрі бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Осы атау септік, ол аты айтып тұрғандай, ол тек қана кім, не деген сұраққа жауап береді. Мысалы, кім? Қызметкер. Ілік септік, ол бізде бір затқа ілу дегенге келтірсек болады. Бір заттың бір нәрсесіне ілу. Кімнің? Қызметкердің деген секілді. Барыс септік, ол бізде бір жерге бару деп келтірсек болады. Бару кімге, неге? Қызметкерге. Табыс септік, ол бізді табу. Кімді, нені? Қызметкерді. Жатыс септік, ол бізде бір мекенді білдіреді. Кімде, неде? Қызметкерде.
Шығыс септік ол бізде шығу. Кімнен, неден, қызметкерден шығу. Көмектес септік ол бізде көмектесу. Кіммен, немен, қызметкермен деген секілді. Оқушылар бүгінге осы төрт жалғауды оңай әрі тез үйрендік деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.